Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан пеште пісетін пияз нанның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және жақындарыңызды ауыз ашарда осындай ерекше нанмен қуантыңыздар. Және менің каналыма жазылып, лайк, комментария басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пияз нанымыз жасауға кірісейік. Алдымен суға ашытқыны салып, кішкене қасықтың көмегімен араластырамыз. Бұл қамырды ашытудың қажеті жоқ. Өте керемет дәмді болып шығады. Оның үстінен тұз және де сұйық майымызды құямыз. Қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Ары қарай қасықты алып, қолымызбен қамыр илейміз. Егер қолдарыңызға қамыр жабысып жатса, тағы да кішкене ұн қосуға болады. Міне қамырымызды илеп болып қалдық. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымызды илеп, бетін пищевая пеленкамен 10-15 минутқа жауып қоямыз. Осы кезде салмасын дайындаймыз, бірақ менде видео түспей қалыпты. Сіздерге қамыр жайған кезде салмасын салып, түсіндіріп өтетін боламын. Қамырды алып, 3 бөлікке бөлетін боламыз. Біздің қамырымыз міне осылай болып шығады. Пышақтың көмегімен 3-ке бөліп аламыз. 2-ке бөліп, үлкен етіп жайсаңыздар да болады. Маған ыңғайлысы осы 3 бөлікке бөліп, кішірек етіп жайған ұнайды. Міне дайындап алған қамырларымызды ыдысқа салып, бетін майлықпен жауып қоямыз. Ары қарай бір қамырымызды алып, жақсылап дөңгелек етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Арасына жабыспас үшін ұн сеуіп жаюға болады. Міне қамырымыз жұп-жұқа болып жайылды. Жұқа етіп жаю міндетті. Өйткені қамырымыз арасы қалың болса піспей қалуы мүмкін. Жайып алған қамырымызға ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Арасына салмасын саламыз. Міне салмасына видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап етіп пияз, көк пияз және тұз, бұрыш, сұйық май қосып, жақсылап езіп араластырып аламыз. Көк пияз болмаса қоспасаңыздар да болады. Қамырымызды осылай дөңгелетіп алып, 2 бөлікке бөлетін боламыз. Дөңгелек қамырымыздың ортасына келгеннен кейін пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Егер сіздерде қамырларыңыз үлкен емес, кішірек болып жайылатын болса, ортасынан бөлмей нанымызды пісіре беруге болады. Осы бірінші нанымызды табамызға пергамент қағазын төсеп, дөңгелектеп орналастырып аламыз. Ары қарай екінші қамырымызды да дөңгелектеп, бір-біріне қосып шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Бетін кішкене басып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және әсемдік үшін күнжіт сеуіп қоюға болады. 200-220 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пияз нандарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіне жасап көріңіздер. Және түсінбеген жерлеріңіз болса, комментариядан сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Менің каналыма жазылып, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!